Başka Karaca Yağmur Okulu'ndakileri Cennet İstemli Birliğe Kaysadoğlu'nun жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысқан. Бүгінгі сессияның күн тәртібіне ұсынылған мәселелермен таныстырып өтейін. Негізінен қаралатын мәселеге қатысты шешім жобалары өздеріңізге берілген және де тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында алдын ала талқыланды. Сессияның күн тәртібіне 5 мәселе ұсынылып отыр. Атап айтқанда, бірінші Талас аудандық мәслихаты төрағасының және аппаратының 25 жылы атқарған жұмыстары туралы есебі. Екінші, 2025 жылдың қорытындысы бойынша ауданның әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін орындауы, бюджет қаражатының игерілуі және алдағы атқарылатын жоспарлар туралы. Үшінші, ауданға инвестиция тарту, шағын және орта бизнесті дамыту бағытында атқарылып жатқан жұмыстармен алдағы жоспарлар туралы. Төртінші, ауданда тұрғындарға коммуналдық қызмет ұсынушы және халыққа қызмет көрсетуші ұйымдардың жұмысы туралы. Бесінші, Талас ауданы мәслихатының 2025 жылға 13 тамыздағы аудан әкімдігі жанындағы комитет формуларының істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссия құрамы туралы нөмірі 42-де 5 шешімге өзгеріс енгізу туралы. Құрметті депутаттар, хабарланған күн тәртібіне қосымша қандай ұсыныстарыңыз бар? Жоқ болса, сессияның күн тәртібін бекітуді дауысқа қоямын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтан қарсы, қалыс жоқ. Осылай қатысып отырғандарды көріп отырсыздар ма? Ендеше 56-та шешімді бекітілді. Құрметті әріптестер, тұрақты комиссиялардың бірлескен отырысында күн тәртібіне ұсынылған мәселе бойынша күн тәртібіндегі бірінші және екінші мәселелерден бөлек барлық мәселелер талқыланды. Комиссия отырысында екі баяндамашының зерделеу қорытындысының анықтамасын сессияда тыңдау келісілді. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Енді кезекте жұмыс регламентін келісіп алсақ, баяндамашыларға 10 минутқа дейін, анықтамамен таныстырушыларға 7 минутқа дейін. Осы жұмыс регламентіне келісесіздер ме? Келсек, дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақтап, қарсы, қалыс жоқ, жұмыс регламентін бекітілді. Күн тәртібіне бірінші мәселе бойынша баяндама жасауға рұқсат етіңіздер. Құрметті депутаттар, сессияға қатысушылар, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 8-ші бабының 2-ші тармағы, яғни мәслихат қызметінің негізгі нысаны сессия болып табылады. Онда мәслихаттың қарауына заңдармен жатқызылған мәселелер шешіледі делінген. 8-ші шақырылған аудан мәслихаттың 2025 жылға арналған жұмыс жоспары бойынша және аудан әкімінің ұсыныстары негізінде мерзімі арналған 17 сессия өткізілді. Оның 4-еуі кезекті, 13 кезектен тыс сессиялар. Сессиялардың қорытындысы бойынша есепті кезеңге қабылданған шешімдердің саны 72. Есепті кезеңде мәслихат қабылдаған нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау жұмыстары жүргізілді. Атап айтқанда, аудан, қала және ауылдық округтердің бюджетін бекіту бойынша 2 шешім, өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша 11 шешім, сонымен қатар Талас ауданында оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдану кезінде салық мөлшерлемесінің мөлшерін төмендету туралы және Талас ауданы бойынша шетелдіктер үшін 2025 жылға арналған туристік жарнама жүйелемелерін бекіту туралы шешім. Жалпы алғанда республикалық құқықтық ақпарат орталығының Жамбыл облысы филиалында электронды эталондық бақылау банкіне жариялау үшін 15 шешім жолданып, заңды күшіне енгізілді. Жұмыс жоспарына сәйкес кезекті сессияларда аудан әкімі, орынбасарлары, бөлім басшылары, қала және ауылдық округ әкімдері, тиісті мекеме кәсіпорын жетекшілерінің есептері тыңдалды. Күн тәртібіне енгізілген мәселелер бойынша уақытша комиссиялар құрылып,
Зерделеу барысында тұрғындар тарапынан айтылған ұсыныстар мен анықталған кемшіліктерді жою бойынша қабылданған шешімдер аудан әкіміне, тиісті мекеме басшыларына жолданып орындалуы бақылауға алынды. 90 сайын талдау жасалуда. Жалпы 12 шешімдегі 98 тармақ бойынша ұсыныстар берілген. Бүгін күнге орындалғаны 67, яғни 68-де 4. Орындауда 31-де 6%. Сонымен қатар ауданның бюджетін талқылау, депутаттардың ұсыныстарын ескеру мақсатында аудан әкімінің қатысуымен 2025 жылдың 22 желтоқсанында арнайы кеңес өткізіліп, 2026-2028 жылдарға арналған бюджет талқыланып, сессияда бекітілді. Аудан әкімінің ұсынуы бойынша ведомствоаралық сипаттағы мәселелер, яғни әкімдік жанындағы консультациялық кеңес органдарының дербес құрамын бекітуге байланысты тағы басқа мәселелер бойынша 32 шешім қабылданды. Депутаттық сауалдар бойынша депутаттардың белсенділігін атап өту маңызды. Өйткені үнемі сайлаушылармен кері байланыс орнатып, өзекті мәселелерін көтеріп, тиісті органдарға жеткізуде. Оған дәлел 2025 жылы 96 депутаттық сауал жолданса, 2024 жылы 66 депутаттық сауал, 23 жылы 60 сауал жолданған болатын. Жолданған сауалдарға талдайтын болсақ, 96 сауалдың 95-іне жауаптар берілген. Бір сауал облыстық мәслихатының депутатына ұсыныс ретінде жолданды. Жалпы 95 сауалға қанағаттанарлық жауап берілген. Көтерілген мәселенің басым бөлігі жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып шешімді тапты. Осы жерде айта кететін бір мәселе депутаттық сауалдардың заң талаптарына сәйкес жауап берілуіне тұрақты талдау ай сайын жасалуда. Депутаттық сауалдарды жолдау барысында ең көп сауал жолдаған Ғалым Тамағалиұлы 20 сауал, Әсем Ибрашқызы 14 сауал, Анар Алтынбекқызы 13 сауал жолдағанын атап өткім келеді. Тұрақты комиссиялардың жұмысы бойынша комиссия төрағаларымен бекітілген жұмыс жоспарларына сәйкес жұмыстар атқарылды. Мерзім аралығында 12 рет комиссиялардың отырыстары өткізіліп, тиісті мекеме басшыларының есептері тыңдалды. Қорытындысы бойынша тиісті қаулылар қабылданып, орындалып бақылауға алынған. 2024-2025 жылдың қорытындысы бойынша аудан мәслихатының әлеуметтік қорғау және мәдениет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясының жұмысын жоғары деңгейде екенін атап өту керек. Төрайым Әсем Ибрашқызының бұл саланың маманы ретінде комиссияның жұмысын үйлестіруге еңбегін, тәжірибесін үлгі етуге болады. Өйткені сала ауқымды, дейтұрғанның барлық бағытты қамтуда, қала және ауылдық округтерге арналған тиісті ұсыныс пікірлерін жеткізуде. Енді кезекте комиссиялардың жұмысын одан әрі жандандырып, кейбір мәселелерді комиссия отырысында талқылауға көшетін боламыз. Сайлаушылармен кездесулер. Сайлаушылармен кері байланыс орнату бағытында атқарылған жұмыстар бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 3 наурыздағы әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы нөмір 826 жарлығына сәйкес аудан мәслихатының төрағасы ретінде аудан әкімінің бекіткен кестесіне сәйкес 2025 жылы қала және ауылдық округтерде өткізілген барлық 42 кездесулерге қатыстым. Аталған кездесулерге сайланған округтер бойынша аудан мәслихатының депутаттары қатысты. Кездесулер барысында тұрғындар тарапынан айтылған ұсыныс пікірлер бойынша заң талаптарына сәйкес жауаптар берілді. Сол сияқты мәслихаттың төрағасы ретінде аудан әкімінің төрағалығымен апта сайын өтетін аппараттық кеңестерге тұрақты қатысып, мәслихат депутаттары тарапынан көтеріліп жүрген мәселелер, сайлаушылар тарапынан айтылған ұсыныстарын үнемі жеткізіп отырады. Тұрғындардың ұсыныстары, өтініштердің негізінде аудан мәслихатының депутаттары әртүрлі бағыттағы кездесулер өткізуде. Бірі сол аталған өзекті мәселелер бойынша нысанды өткізсе, кейбір көпшілік жиындар өткізіп, сол жердегі мәселені тиісті атқарушы органдарға сауал ретінде жолдауда. Өздерінің
қатысуымен сайлау округінде, яғни 3-5 мәртебе аудандарында тұрғындармен 6 рет кездесу өткіздім. Одан бөлек тұрғындарға шақыртулар бойынша 3 рет барып кездестім. Округіндегі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан нысандарға тұрақты бақылау жасап, сапалы ел игілігіне беруін қадағалап отырамын. Мерзім аралығында әртүрлі мәселелер бойынша 14 азамат жеке қабылдауына жазылып, өтініштердің мазмұндарына қарай заң талаптарына сәйкес жауаптар берілді. Кейбір өтініштер бойынша аудан әкімімен бірлесіп аталған орындарға барып шешуге ықпал етті. Өтініш азаматтардың барлық өтініштерін қабылдау мен өңдеудің бірыңғай платформасы арқылы 18 жеке тұлғадан және заңды тұлғадан өтініш келіп түскен. Олар бойынша мазмұндарына қарай заң талаптарына сәйкес жауаптар мерзімінде берілді. Талас ауданы мәслихат аппаратына 2025 жыл 146 кіріс хат келіп, барлық хаттарға уақытылы жауаптар берілді. Әртүрлі мәселелер бойынша 228 шығыс хат тиісті мекемелермен ұйымдарға жолданды. Сайлауалды бағдарламаны орындау, сайлау науқаны кезінде депутаттыққа үміткер ретінде жүзеге асыруға бағытталған сайлауалды бағдарламаларды, берілген аманаттарды орындау бойынша депутаттардың сайлауалды бағдарламалары жинақталып, аудан әкіміне кезең-кезеңмен шешу бағытында шаралар жоспары ретінде ұсынылды. Әрине, барлығы бір жылда шешімін таппайды, ауқымды қаржыны қажет ететін мәселелер бар. Сондықтан кезең-кезеңмен жүзеге асыру жолдары қарастырылып, жоспарланып, жүзеге асырылатын болады. Одан бөлек депутаттар өздерінің бағдарламаларын іске асыру аясында жекелей сауалдар жолдап, орындалу бағытын сайлаушыларға түсіндіру керек. Жалпы 76 тармақтан тұратын сайлауалды бағдарламаға нақты талдау жасалды. 2023 жылы орындалған 19 немесе 25%, 24 жылы орындалған 18 тармақ немесе 23,7%. 25 жылы 17 немесе 22,3%. 26-27 жылдарға орындалу жоспарланған 22 тармақ немесе 28,9%-ны құрайды. Құрметті депутаттар, құрметті сессияға қатысушылар, өздеріңізге белгілі мемлекет басшысының жарлығымен 15 наурызда республикалық референдум жаңа конституцияға байланысты дауыс берілді. Референдум қорытындысы бойынша еліміздегі дауыс беретіндердің 73% қатысты, ал референдумды қолдап, жақтап берген дауыс 87,25% құрап, жаңа конституцияның жобасы қолданды. Яғни жаңа редакциядағы ата заңды халық қолдады. Ауданда бұл көрсеткіш өте жоғары. Дауыс бергендердің 92% болса, қатысқандардың дауыс беріп қатысқандардың 97% жаңа конституцияның редакциясын толық қолдады. Бұл жұмыста да менің әріптестерім депутаттар барлығы бір ауыздан елді мекендерге, аудан орталық Қаратау қаласындағы әртүрлі жиындарда кездесулер өткізіп, жастармен кездесулер өткізіп, дұрыс пікірлерін жеткізді. Сіздердің еңбектеріңіз бұл салада қомақты деп айтсам қателік емес. Және өткен жылдың қорытындысы бойынша мен әріптестерімнің 5 әріптесіміз аудан әкімі Нұрғали Нұрмажитовтың демеушілігімен, қолдауымен депутаттарға арналған алтын кран төсбелгісі бар. 5 әріптесіміз былтыр марапатталды. Сондықтан қандай салада қандай мәселе болса да бізде ашық пікірлесеміз. Депутаттардың ортасында өзіміздің чат бар, немесе тікелей өзіміз бас қосу арқылы ақылдасып отырып, аудан әкімімен келісе отырып, мәселелерді шешіп алуға. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Маған сұрақтарыңыз болса, толыққан жауап беруге дайын. Отырып жауап берейін бе?
енді депутаттармен бірлесіп атқарған жұмыс аппарат толық құрамда сіздерге уақытпен санаспай қызмет жасауға дайын. Рахмет сұрақтарыңыз жүргізді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша шешім жобасы сіздерде бар. Қосып алуларыңыз бар ма? Жоқ болса, дауыс берулеріңізді сұраймын. 56-2 шешімге жақтап, қарсы қалыс жоқ. Офлайнда қатысып отырған депутаттарды бақылап отырсыздар. 56-2 шешім бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша сөз аудан әкімі орынбасары Асқар Базарбайұлына. Қайырлы күн, құрметті Таныбек Рысқұлұлы, Нұрлан Әбдіжапов, құрметті әріптестер, сіздерге баяндама жасауға рұқсат етіңіздер. Аудан бойынша 2025 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері төмендегідей қалыптасты. Өнеркәсіп өнімдері 39,9 миллиард теңге, өндіріліп нақты көлем индексі 2%-ға орындалды. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 41,7 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 168,1%-ға орындалды. Жеке және шағын кәсіпорындардағы бөлшек сауда тауар айналымы 63 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 115,6%-ға орындалды. Құрылыс жұмыстарының көлемі 13,9 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі 114,4%-ға орындалды. Аудан бойынша пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы көлемі 17,468 шаршы метрді құрап, бұл өткен жылдың 24 жылында, яғни салыстырғанда 105%-ға орындалды. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 121,6 миллиард теңгеге өндіріліп, нақты көлем индексі 102,5%-ға орындалды. Құрылыс саласы бойынша Қаратау қаласы Шейін көшесі 15-ші нысандағы қонақүйді әкімшілік нысаны ретінде қайта жаңғыртуға аудан бюджеттен 300 миллион теңге бөлініп жұмыстар жүргізілуде. 2026 жылы қосымша 1,3 миллиард теңге облыс бюджеттен бөлінді. Жалпы жоба құны 1 миллиард 600 миллион теңге. Мердігер компания «Харьковспецстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінгі күнге құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Аяқталу мерзімі осы алдымыздағы шілде айында тапсыруға тиіс. 2025 жылдың 1 сәуірінде 1248 адам тұрғын үй кезегінде тұрған, көпбалалы отбасы 243, әлеуметтік осал топтағы 596, бюджет қызметкерлері 408, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 1. Ал есептік мерзімі жылдың мамыр айынан бастап кезекте тұрған азаматтарға тұрғын үйлердегі пәтерді үлестіру қолданыстағы заңнамаға сәйкес отбасы банк ұлттық даму институты арқылы жүзеге асырылуда. 2025 жылдың 17 желтоқсанда отбасы банк акционерлік қоғамы ұсынған тізімге сәйкес бағдарламаушы 17 және 3-ші мөлтек аудандағы 64 беру бойынша жұмыстар жүргізіліп, 42 тұрғынға пәтер беріліп, келісімшарттар жасалынды. Ауданда азаматтардың тұрғын үймен қамту бағытында атқарылған жұмыстар нәтижесінде 2024 жылы қайта жаңғыртудан өткізілген 185 пәтерді құрайтын 3 қабатты тұрғын үйлер және 2025 жылы 3-ші мөлтек ауданында жаңадан құрылысы жүргізілген 84 пәтерлі нөмір 25-ші тұрғын үйлер сатып алынды. Жоба құны 1 миллиард 451 миллион 800 мың теңге. 2025 жылдың республикалық бюджет қаражат есебінен 1 миллиард 308,9 миллион теңгесі игерілді. Ал қалған 142,9 миллион теңгесі осы 2026 жылы маусым айларында жоспарланған. Бүгінгі таңда қазір сыртта абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. 2026 жылы 227 пәтер тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға отбасы банк ұлттық институты арқылы берілетін болады.
газбен және жылумен жабдықтау бойынша ауданда 20 шақырымды елді мекендер бар, яғни оның 19-ы газбен қамтамасыздандырылған, оның 82-і 6%-ды көгілдір отынмен қамтылып отыр. 2027 жылдың соңына дейін бұл көрсеткішті 100%-ға жеткізу көзделіп отыр. Жаңа тұрақты комиссияда алдыңғы айтылды, бір мәселе өздеріңізге берді, мынау Павлодар газ желісі қаржысы 1 миллиард 400 миллион теңгедей осы жұмыстарды нәтижесін шығаруымыз керек болды. Сонымен қатар Тасқабақ жаңа айтып отқан Есейхан Қарой ауданы газбен қамтамасыз ету үшін газ құбырының құрылысына республикалық бюджеттен 898 миллион теңге бөлініп, газ сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мердігер болып құрылыс жұмыстарын жүргізілуде. Аталған ауылдағы ішкі квартал газ жүйесінің құрылысына жалпы құны 998 миллион теңгеге құжат әзірленіп, тиісті бюджет бөлінген берілген. Көктал ауылының газ тарту жұмысы өздеріңізге берілді, 1 миллиард 261 миллион теңге тиісті бюджет бөлінген Астана қаласына өткізілген. Бұл жобаларды іске асыру мақсатында жаңа бюджет бөлінген тиісті энергетика басқармасымен экономика басқармасы арқылы тағы пысықталып өткенде қосымша хатпен жіберілді. Қаратау қаласындағы мазут шаруашылығын қайта жаңғырту өздеріңізге берілген былтырғы жылы жұмыстары республикалық және облыстық бюджеттерден жалпы 1,6 миллиард теңгеге атқарылып, жұмыстар толығымен аяқталған болатын. Қаратау қаласындағы жылу желісінің 2,5 шақырым қайта жаңғырту бойынша облыстық бюджеттен 220 миллион теңге бөлініп, жұмыстар былтырғы жылы толығымен аяқталған болатын. Биылғы жылда осы жері бойынша бізде 584 миллион теңгеге ресурс әзірленген. Алдында комиссияда игілік мекемесінің басшысы баяндап өткендей, бұл да біз өткенде қосымша тиісті басқарма арқылы Астанаға жолдап отырмыз. Бұл жерде осыны өздеріңізге дұрыс айтып отырсыздар. Биылғы жыл біздің экспертизамыздың мерзімі өтіп баратын болады. Осы биылғы жылдың қараша айында. Ауыл ел бесінші жобасы аясында аудандағы Шәкеров ауылдағы 4 көшеге Қонаев, Шәкеров 1, Шәкеров 2, Жылымбетов, Аққұм ауылындағы 3 көшеге, Ойыл ауылындағы 1 көшеге, Ақкөл ауылындағы 2 көшеге және Бостандық ауылындағы 2 көшеге барлығы 12 көшенің тротуарларын отырғызу жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы құны 218,4 миллион теңге тиісті жұмыстар аяқталған. Сонымен қатар Ойыл ауылындағы мәдениет үйінің ғимаратын қайта жаңғыртуға 111,1 миллион теңге және Үшарал ауылындағы мәдениет үйінің ғимаратын қайта жаңғыртуға 141,2 миллион теңге. Жалпы жобаның құны 471,3 миллион теңге. Осы бүгінгі таңда бөліп игеріліп, аудандық бюджеттен 22 миллион теңге, мердігер компаниясы Білеке жауапкершілігі шектеулі серіктестігі нысандар 2026 жылға өтпелі, биылғы жылы осы қыркүйек айына шейін толығымен аяқтау жоспарланды. 2026 жылы қайта жаңғырту жұмыстарын аяқтауға 508 миллион теңге, яғни облыстан 460 миллион, ауданнан 88 миллион теңге қаржысы қарастырылады. Бостандық ауылындағы спорт кешенінің құрылысына жалпы 538 миллион теңге былтырғы жылы бөлініп, толығымен аяқталып, нысан пайдалануға берілген болатын. Аудандағы 7 елді мекенде Ақтөбе, Бостандық, Ойыл, Үшарал, Шәкеров, Сейілбек, Тұрымпыл ауылдарында 21 көшенің жарықтандыруға 99,1 миллион теңге бөлініп, көшелер толығымен жарықтандырылды. Ауыз сумен қамтамасыз ету бағана комиссияда айтылды, бұл жерде біраз мәселелер бар. Құрметті Қадырбек Рысқұлбеков, өзіңіз білесіз, бұл жаңа бұл жерде сұрақтар қойылып жатыр. Ақтөбе ауылында өткенде мен өзім барғам бұл жерге. Жаңағы жаңа скважина мен ескі скважина екеуін жалғастыру жұмыстары таза су талас мекемесі басшысы айтқандай подпиткадан алып қосып береміз. Жүйесі жалпы жақсы жұмыс істеп тұр. Келесі жаңа бір тағы мәселе Арал мен Қайыр. Бұл жерде қазір насостың кішірек насос қойып, судың анализін қазір күтіп отыр.
бұйырса сонымен через бақ институтқа қосып беретін боламыз. Одан бөлек Есейхан ауылында мәселе өткенде дұрыс айтасыздар, теледидарда екі тілші болатын. Ол кісілерге мен өзім жаңағы сұхбатын бердім. Қысқаша түсіндірме жұмыстары. 2018 жылы пайдалануға құрылыс басталып 2021-де пайдалануға берілген. Бүгінгі таңда судың деңгейі азайып, одан кейінгі жаңағы тұрақты су беруге мүмкіншілік болмайды. Өздеріңіздің қолдауларыңызбен биылғы жылы 16 миллион теңге аудандық бюджеттен қаржы қаралып, ескі жаңа жоба бойынша резервуарды алып келіп ауылдың жайына қойып, былтырғы қазылған ауылдың ішіндегі скважинаны қосымша мына жүйеге қосып, жалпы бұл жұмыстарды мамыр айының аяғына дейін аяқтау жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда жұмыстар басталды. Мекеме өз күші, өз техникасымен таза су мекемесі атқаруда. Автомобиль жолдарын орта және ағынды жөндеу. Аудан аумағындағы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 587,59 шақырым құрайды. Оның ішінде 394,1 шақырым облыстық маңызы бар жолдар, 193,49 шақырым аудандық маңызы бар жолдар. 2025 жылы қала және елді мекендерде 24 көшенің орташа жөндеуге аудандық бюджеттен жалпы 808 миллион теңге қаржы бөлінген. Олардың бәрі толығымен жұмыстары аяқталды. Майтөбе, Қызылау, Есейхан, Көктал, Танабек және Бөртік Шешен аудандарында 14 ауыл ішілік көшелердің орташа жөндеуге аудандық бюджеттен 562 миллион теңге бөлініп, жұмыстар толығымен аяқталды. Мердігер компания Тараз көлік жолы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қаратау қаласында Панфилов, Тамдырби, Арбатас көшелерінің автомобиль жолдарын қайта жаңғыртуға 2025 жылы республикалық және облыстық бюджеттерден 694,3 миллион теңге қаржы қаралып, жұмыстары толық жүргізілді. 2026 жылға бізде бір ғана жаңағы ұшақ шаңдарына байланысты мәселе бар, қалған бәрі толығымен аяқталды. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында 2025 жылғы дипломмен ауылға бағдарлама бойынша 45 маманға көтерме жәрдемақы төлеуге 17,7 миллион теңге бөлініп, толығымен тиісті мамандарға қолдау көрсетілді. Тұрғын үй сатып алу үшін 10 маманға 65,8 миллион теңге қаралып, бұл қаржыда жаңағы мамандарға толығымен заң аясында төленіп берілген. 2025 жылғы көктемгі және күзгі мерзімді әскерге шақыру. Бұл жерде енді шын мәнінде 25 жыл бұл біздің ауданымыз жоспарды орындаймыз. Сондықтан ол жөнінде тиісті облыстан шара қойылды. Ол жерде атап өту керек, бұл мерзімді әскерге шақыру. Бүгінгі таңда да қазір біз 7 адамға кем орындап отырмыз жоспар. Бұл жөнінде облыстық тиісті военкоматымыз облыстық сол тарапынан да түсіндірме жұмыстарын жүргізуде, алайда бұл салада үлкен қиындықтар болды. Яғни ауыл округтер бөлісінде Қаратау қаласы 112%-ға орындады, Таңдауыл округі 167, Ақкөл, Ақкөл, Бостандық, Қасқарбұлақ, Ойық, Қаратау, Көктал ауыл округтері 100%-ға жасақ орындаған. Бұл жарты жыл бойынша. Ал енді 2025 жыл жаңа айтып отырған күзгі мерзімді әскери қызметке шақыру жасақ бойынша жоспар 81 азамат болатын, орын алу 46 азамат. Яғни жоспардың орындалуы 56,7% не бар. Соны құрап отырып, сол құрам бойынша 34 қазақ, 4 орыс, 4 күрді, 1 татар, 3 өзге этнос өкілдерінен құралды. Ауыл округтер бөлімшесінде Қаратау қаласы 41% орындады. Тамды, Қасқарбұлақ, Көктал ауыл округтері 100% орындады. Ақкөл, Қызылорда, Ойық, Шағыр ауыл округтері 75% орындады. Ақкөл, Бостандық, Қаратау округтері 33%-да жасақты орындаған. Жасақты мүлде орындамаған Шакиров, Кеңес, Берқара ауыл округтері. Бұл жерде де бүгінгі таңда да жаңа айтып өткендей, бұл жұмыстар жаңа жұмыстар. Кірістер бойынша жер бекітілген жылдық жоспар 43 миллиард теңге, болса 2026 жылдың бірінші қаңтарда орындалуы 44 миллиард теңге, немесе 109% құрады. Өзіндік кіріс жылдық жоспар 2,5 миллиард теңге, жоспар 100% орындалды. Шығыстар бойынша түзетілген жылдық жоспар 14,5 миллиард теңге болса, 2026 бірінші қаңтарда орындалуы 4,5 миллиард, немесе 99,7%-пен құрады. Игерілмеген қаржы сомасы
2026 жылы іске асырылатын жобалар. 2026 жылы аудан көлемінде 2,773 миллион теңгеге барлық 8 жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Оның ішінде 2025 жылы өтпелі нысандар аяқтауға 5 жоба, аудандық бюджеттен, облыстық бюджеттен 2,236 миллион теңге, аудандық бюджеттен 536 миллион теңге бөлінді. Облыстық бюджеттен 5 жобаны іске асыруға жаңа 2,236 миллион 900 мың теңге. Ол яғни ойын алаңындағы мәдениеттің ғимаратын қайта жаңарту, шара алаңындағы мәдениеттің ғимаратын қайта жаңарту, Қаратау қаласы Шейін көшесі 15 нысан қайта жаңғырту, Қаратау қаласында флора саяжай алаңын сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына 3,8 миллион теңге, Қаратау қаласында Арбатас автомобиль қайта жаңғыртуға 157 миллион теңге. Аудандық бюджеттен 3 жобаны іске асыруға 536 миллион теңге қаралып, ол яғни Қаратау қаласында 15 көшені орташа жөндеуге 158,5 миллион теңге, Майсөбе ауылында 4 көшені және Қожақпар ауылында 1 көшені орташа жөндеуге 269 миллион теңге, Қызылай ауылындағы 3 көшені және Ақтөбе ауылындағы 1 көшені орташа жөндеуге 177 миллион теңге қаржы қарастырылған. Бұл жолдар бойынша қазір сапалы рәсімдер жүргізілуде. Осы 1 мамырға дейін толық жүргізілуде мерзімге алып қалатын болды. Баяндама қысқаша аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз. Менде бірнеше сұрақ бар. Жалпы Алматы партиясының сайлау бағдарламасында мынау 5 басымдықтар негізгі, оның ішінде инфрақұрылымды дамыту, қолжетімділігі мәселесінде мынау ауыз су, автомобиль жолдары, құрылыс, осы мәселелер. Мен сұрайын деген біріншіден ауыз су мәселесі бойынша мынау 2024 жылы басталған флора саяжай жайындағы ауыз судың өзінің аяқталатын мерзімі бар ма? Не үшін одан кейінгі автомобиль жолдары бойынша мынау кеше ғана біз Қамбар тұрғындарымен кездестік, бүгінде ол көтерілді. Мынау жол 2024-25-те басталған, жақсы істемеген. Бұл жол қазір алдағы уақытта қарастырылып отқандай. Содан кейінгі мынау тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша енді дұрыс қой, үйлер салынбады, қалып жатыр. Дегенмен Алматы партиясына келдім, шағым айтқан ел көп. Мынау көп үйлердің бәрінің пәтерлер жалға берілген. Осы мәселе бойынша 25 жыл қанша мониторинг жүргізіліп, қанша пәтер қайтарды? Осы сұрақ. Содан кейінгі мынау құрылыс бойынша Сейілбек ауылдық округындағы мектеп құрылысы біздің сайлау бағдарлама бойынша биыл тек 25-те күтілді, бірақ февраль. Бұл не болды бұл мәселе? Алда. 4 сұрақ қойды. Нақты жауап беріңіз. Микрофоныңызды өшірсеңіз. Ауыз су мәселесі бойынша жаңа айтып өттік. Бірқатар инфрақұрылымдарды жер қазір кезеңмен жасалмады. Су бойынша проблемалық мәселелерді атап өттік. Биылғы жылы жаңағы Есейхан, Қараой, Қайыр, Арал жабдықтауына қосылатын болды. Флора бойынша өз жоспарлы түрде биылғы жылы аяқталған болды. Бұл жерде бізде жобада сәл өзгерістер енгізілген болатын. Яғни жалпы бұл жерде біз 200 миллион теңге үнемделейін деп отыр. Биыл аяқталып толығымен. Келесі жаңағы Қамдауындағы жолдар бойынша Қамдауыл округінің әкімі осында былтырғы жылы осы бюджет қалыптастырар кезге экспертиза құжаты кешігіп дайындалды. Қаңтар айының ортасында экспертизасымен енгізіледі. Ол жерде жалпы құны 117 миллион теңге. Ол да осыны нақтылау болмаса жыл ішінде қарастыратын боламыз. Одан кейінгі мәселе тұрғын үй
беріңіз Асым. Ана жерде жазылған жаңағы аудандық азаматтық тұрғын үймен қамту бағытында атқарылған жұмыстар нәтижесі деген слайдымызда көрсетілгендей 25-ші республикалық бюджет 25-ші 83-ші мөлтек ауданының жаңа құрылысы сектор пәтерге 25-те тұрғын үй сатып алынды дейді. Аудандық бюджеттен алынды ма? Расымен республикалық бюджет бұл қайтарымды қаржы. Бұл жерде қазір мәселе бізге bunu республика қайда береді бұл жаңағы акция, облигациялық қаржы. Bunu республикалық бюджеттен бізге қойды. Енді біз бұны 10 жылдың ішінде қайтарып береміз жылда. Biz cevap verelim. Осы мәселе көтерілгені мен өз басым осы мәселені жүргіземін. Өйткені біздің аудандық бюджеттің қаражаты аз естір. Сондықтан осы облигациялық қаражат қайтару мәселесі бойынша жүргіземіз. Сол кезде республикалық бюджеттен қаражат көп береді. Бірақ биыл қойылған қаражат келесі жылы қаражат жүргіземіз. Бірақ былтыр қаражат берілгенімізде топпен берілді. Негізі республикалық бюджет өзі қаражат берілді. Бірақ егемен өзінің құрылысы кішкене мәселелер бар. Бірақ егемен өзінің құрылымын заң ретінде жұмыс істейміз. Daha sұрақтарыңыз бар ма? Асқар Базарбаевна. Менде тағы бір сұрақ бар. Мына тұрғын үй кезегінде тұрған мемлекеттік бюджеттің қалған әлеуметтік осал топтағылардың барлығы отбасы бағытпен алып жатыр ғой кезекте. Берілген жаңағы көпқабатты үйлерді. Ал мемлекеттік жаңағы тұрған азаматтарға қалай алынады? Мемлекеттік қызметшілер санатындағы азаматтар сұрауыз ғой. Ол да отбасынан жақтылық етеді. Бірақ қазір берілген үйлер, оның шуғындағы үйлердің бәрі осал топта берілген үйлер. Енді 20 жылдан бері, 15 жылдан бері кезекте тұрған адамдар аламай жатыр. Өйткені берілген үйдің барлығы осал тобында беріп жатырған. Мемлекеттік қызметшілерге беріп жатыр. Асымен жаңағы облигациялық қаражат ол тікелей назначениесі айналым жаңағы көзделген тек қана осындай осал топтағы азаматтарға салынады. Бағдарлама өзі сондай бұл қаражат. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ болса Асқар Базарбаевна. Менде тағы бір сұрақ бар еді. Мынау бізде цианид, мынау неге қарап отырмыз ғой енді. Цианид бар ма жаңа компания бізде жасалып жатырған екінші завод қосамыз деп. Енді ауданға кіріс қанша кіріс деп ай сайын? Цианид инвестициялық жобаға есептеліп, инвестициялық жобаға министрлік тарапынан қол қойылған, яғни бұл республикалық инвестициялық жобалар тізімделген. Бұл жерде 5 жылға дейін мемлекет тарапынан жеңілдік берілген, салықтан босатылған яғни инвестициялық жобалар ретінде. 5 жылдан кейін салық инфляциямен есептейтін болсақ, жылына 100 миллион теңгенің көлемінде келді салық. Қазір беріп отыр ғой. Қазір мен айтып отырмын 5 жылға дейін босатылған осы заң бойынша. Тек қана жаңағы бөліп соны басып майда салықтар төлейді, негізі 5 жыл. Семираж, ол екінші заводтың құрылысын бастауына байланысты жеңілдік. Екінші завод бастаған жоқ, түйіп отырды құрылысын 15 мың. Енді қазір жаңа заводты қосқанына байланысты мемлекеттен несие алып отыр. Соған байланысты жеңілдік. Ол уақытсыз біткен салыққа толық. Бір сұрағымыз былтыр Бостандық ауылы бойынша екі көшесіне тротуар салынды да, Байжан көшесіне, Кетсін көшесіне ертең сол жерге халықпен кездесуі барайын деп тұр. Бұл тағы алдынан шығатын сұрақ болсын, сізден бір жағы анықтап алайын деп жатырмын. Сол жерден екі ауылда тротуар салынған жоқ, ана жерде бір шамалы кішкене площадкасы бар еді. Жаңағы автомобиль қоятын стоянка дейді. Сол жерде асфальттап беретін болды, сол істелмеді. Соны енді осы бір апта бұрын сол жерде мектептің кәсіпкерлік комитетінің төрағасы қойып еді маған, осы не болып қалып кетті.
ол істелі ме істелмейді ма? Бір сұрақ